Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді песочный печеньяның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды және де сахарный пудрамызды салып, жақсылап бір қайтара араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды саламыз және де бөлме температурасына еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да бір қайтара араластырамыз. Одан кейін ванилин және де қамыр қопсытқышты қосып, тағы да араластырып, ұнымызды шетінен қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды көп салып жіберіп, қамырды тығыз жасап тастамаймыз. Шетінен сала отырып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде қамыр өте жұмсақ, песочный болып шықты. Кейін оны 25-30 граммнан осылай өлшеп алсаңыздар да болады, немесе көз мөлшермен алып дөңгелетіп жасай бересіздер. Одан кейін барлығын табаға орналастырып, осындай баклажка қажет болады. Соған какаоны баклажканың басына батырып, осылайнан сәндік үшін жасап шықсаңыздар да болады. Енді өз фантазияларыңызға қарай жасай бересіздер. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, әрі дәмді болып келеді. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.